Қазіргі уақытта интернет тармағы арқылы көрсететін қызметтердің саны да жылдан жылға артып бармақта. Міне осындай қызмет түрлері интерактив қызмет делінеді. Интерактив қызметлерді іздеп шығуда веб-сайтлардың рөлі айрықша. Біз бүгін рубрикамыз арқылы міне осындай веб-сайтларды іздеп шығуға қызығушы жастарымыздың біріменен таныстырамыз. Міне осындай жастарымыздың бірі Нұрсұлтан Тәжібаев. Нұрсұлтан, сіз қазіргі уақытта веб-сайт түзуге қызығады екенсіз. Ең алдыменен осы веб-сайтлар хақында, веб-сайтлардың түрлері хақында айтып берсеңіз. Веб-сайтлар хақында айтатын болсақ, интернет тармағында қазіргі күнде көптеген веб-сайтлар бар. Олардың түрлері бойынша жаңалықтар сайтлары, социал сайтлар, интернет дүкан сайтлары бар, hamda мультимедиа сайтлары бар. Мультимедиа сайтлары тиканан қазіргі уақытта көңіл ашар, көңіл көтерер сайтлар деп айтылады. Бұл сайтта тиканан аудио, видео, hamda сурет, har түрлі түрдегі мағлұматлар жайғастырылады. Бұнда пайдаланушылар көптеген мағлұматларға ие болуы мүмкін. Һәм бұл сайтқа кіруші пайдаланушылар өзінің уақытын зейінді өткеру үшін пайдаланады. Кейінгі сайтлар туралы айтатын болсақ, ол жаңалықтар сайты болып, жаңалықтар сайтларында бұл жерде еліміздегі, басқа шетелдегі һәм дүния жүзіндегі жаңалықтарды бұл сайтлар арқылы жарытып баруға болады. Бұл сайттың тек арғы мақсаты жаңалықтармен таныстырып бару, кейінгі информацион технологиялармен таныстырып бару, һәм басқа түрдегі бөлімдермен шұғылданып, осы сайтты рауажандырып барады. Ал кейінгі социал сайт болса, бұнда пайдаланушылар бір-бірімен байланысу, сәубет құру һәм har түрлі өзінің қызықты мағлұматларын алмасу үшін пайдаланады. Ал кейінгі сайтымыз болса интернет дүкан. Яғни интернет дүкан деп айтылуының себебі, бұнда пайдаланушы үйінен қозғалмай, отырған орнынан қозғалмай, компьютер арқылы, ямаса мобил телефонлар арқылы қандай да бір өнімге, ямаса товарға бұйыртпа беру мүмкін. Бұл бұйыртпа беруден мақсат өзінің тұрмысына керекті болған өнімді сатып алу мүмкін болады. Бұның тек арғы істеу принципі, бұнда сайтта мағлұматлар жайғастырылады. Бұл мағлұматлар сол қандай да бір өнім, товар, ямаса басқа түрдегі өнімнің қандай да бір көрінісі болады. Бұнда пайдаланушы өзіне қызықтырған пікірлерге, мағлұматларға ие болады. Һәм оның түсіндірмелері арқылы танысып барады. Һәм оның өзінің қалауы бойынша оған бұйыртпа беріледі. Бұйыртпа берілгеннен соң өзінің товарына ие болады. Бұл сайтларға тек компьютер арқылы емес, бәлкім мобил телефонлар арқылы да пайдаланып кіруге болады. Кейінгі сайтлар бұл жеке блог сайтлары. Жеке блог сайтларында қазіргі күнде елімізде интернет журналистика тарауы рауажданып бармақта. Бұл жерде журналистика тарауына қызығушылар өзінің жеке блог сайтлары арқылы мағлұматлар, мақалалар жаратып баруына болады. Қазіргі уақытта қандай веб-сайтлар үстінде істеп жатырсыз? Қазіргі күнде істеп жатырған сайтым бұл жастар үшін арналған болып, бұнда жастар өзіне қызықтырған мағлұматларды алуына болады сайтым арқылы. Һәм қазіргі уақытта көптеген студент жастарымыз оқу барысында өзіне керекті болған мағлұматларды табуға қиналады. Һәм бұл сабақ барысында өтіліп жатырған сабақлықтардың лекцияларымен танысып бару азғандай болса да, азырақ болса да қиыншылық тудырмақта. Бұл сайтым арқылы студент жастарымыз өздеріне керек болған пәндерден сабақлықтардың лекцияларын өзіне табуы мүмкін. Бұл сайтымда кітапхана бөлімі ашылған болып, бұнда студент жастарымыз сол керекті болған мағлұматларды табуы мүмкін. Бұл сайтымның бұлменен шекленіп қалмаған. Бұнда сайтымда еліміздегі жоғары оқу орындарының ішкі һәм сыртқы жаңалықтарымен таныстырып баруға болады. Жастар арасындағы машғалаларды шешу, олармен танысып бару, олардың жастар арасындағы жаңалықтарды жарытып бару, жоғары оқу орындары һәм орта арнаулы оқу орындарында да болып отырған жаңалықтарды жарытып баруымызға болады. Бұнда сайтымда жастар жаңалықтары, дүния жаңалықтары, қызықты мағлұматлар, hamda onlayn bilim alу imkoniyati жаратылған. Һәм сайтымда тек қана интернет блогерлер, ямаса журналисттер ғана мақалаларын жаратуы мүмкін деп айтылмайды. Яғни интернет журналистика тарауына қызығатын жастарымыз өз мақалаларын біздің сайтымызда жариялап баруына болады. Бұл үшін кеңінен имканиятлар жаратылған. Сайтымызға кірген пайдаланушылар оны пайдаланғанда қандай да бір мақала өзін қызықтырып қалатын болса, сайтымызда сол мақала бойынша өз пікірлерін алмасуы мүмкін. Сол мақала туралы өздерінің пікірін білдіруі, кімдердің пікірлерімен танысып баруы,
жасар орталығын қалыптастыру болып табылады. Ал енді сайтымыздың істеу процесімен таныстырып өтемін. Сайтымның істеу процесі тек арнан HTML тілінде жазылған. HTML тілі арқылы бұнда сайтымыздың сыртқы көрінісі, дизайны істеп шығылған. Һәм сайтымның қандай да бір өзінің әмелдерді орындауы, сайттан іздеген мағлұматқа ие болу үшін сайтымды PHP программаластыру түрі арқылы программаластырдым. Сайтымыздағы пайдаланушылар үшін ең керекті ресурстардан пайдалану үшін мағлұматлар базасы жаратылған. Бұл мағлұматлар базасын MySQL мағлұматлар базасын жарату системасы арқылы жараттым. Келін енді сайтымның бөлімдерімен таныстырып өтсем, бұнда бірінші сайтымызда тұрмыстық техникалар һәм телефонлар бірінші орындарда жайластырылған. Бұнда пайдаланушы өзінің тұрмыста пайдаланатын өнімдер жайғастырылады. Ал телефонлар бөлімінде болса, мобиль телефонлар жайғастырылады. Һәм бұнда тек арнан сайтымыздағы болып отырған жаңалықтар, акциялар орын алады бұл бөлімде. Ал кейінгі компьютер техникалары бөлімінде болса, компьютерлер, ноутбуклар, компьютер үшін керекті болған үскенелер орын алған. Міне енді сайтымыздың жобасында жаңа товарлар бөлімі жайғасқан болып, бұнда сайт жобарына қосылған, яғни сайтқа қосылуы керек болған товарлар бұл жерде жаңа товарлар бөлімінде жайғастырылады. Һәм бұл жаңа товарлар бөлімінде пайдаланушылар қолайлы пайдалану үшін оның суретлері, оның мағлұматлары, бақалары келтіріліп өтіріледі. Алдағы режелеріңіз хақында айтып берсеңіз. Алдағы уақытларда осы сайтымды еледе рауажандыру, оның мүмкіншіліктерін еледе арттыру, қолайлықтарын арттырмақшымын. Бұл елімізде қаралпақша түрдегі сайтларды ұшату қазіргі уақытта аз. Һәм бұл қаралпақ тіліндегі сайтларды еледе рауажандырмақшымын. Өз үлесімді қосып, осындай қарақалпақ тіліндегі сайтларды ашу ниетім бар. Рахмет Нұрсұлтан, ниетіңіз жолдасыңыз болсын. Солай екен, еліміздің рауажлану жолында әр біріңіздің алға қойған мақсатларыңыздың әмелге асуын тілеп қаламыз.